Далада теңіз жағасында кеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың үй ескі, қабырғасы қираған, шелегі сынған, бірақ жүректері мейірім мен үмітке толы екен. Бір күні шал теңізге барып, қармағын тыныш теңізге тастайды. Күн жылы толқындар баяу, табиғат тыныш күйінде тербеліп түргі. Кенеттен қармақ сілгеде түсті, шалдың көзіне алтын түсті, жарқыраған балық түсті. Алдым бағададым даусыммен тіл қатып, қарт мені босатшы, қалаған тілегіңді орындайын деді. Шал таң қалып, сәл үнсіз тұрып қалады, сосын күлімдеп, маған ештеңе керек емес, бостандық саған жарасар деп. Алдым балықты теңізге қайта жібереді. Үйіне келгенде кемпір ашуланып айқайлап, қолындағы сынған желді көрсетеді. Сен неге ештеңе сұрамадың, бізде шелегімізде жоқ қой дейді ашумен. Шалын деместен теңізге қайта барып, алтын балықтан жаңа шелек сұрайды. Алтын балық басын изеп тілегін орындайды, бірақ кемпір тоқтамайды. Шегінген соң үй сұрайды, үйден соң сарай сұрайды. Сарайдан соң қанша болуды қалайды. Теңіз ашуланып, толқындар көтеріліп, аспан төнереді. Шал қорқып тағы теңізге нереді, бірақ бұл жолы алтын балық мұңайып ештеңе деместен теңіздің тереңіне сүңгіп кетеді. Сол сәтте бәрі өзгеріп кетеді. Сарай жоқ, байлық жоқ, тек ескі күймен сынған шелек қана қалады. Шал мен кемпір теңіз жағасында үнсіз отырады. Олар сол күні түсінді, шын байлық қанағат пен мейірімде екенін. Теңіз толқыны баяу соғып, күнгік жиекке батып барады. Желдің сыбыры тек бір сөзді қайталаған, ай адамның тойымсыздығы бақыттан айырады. Теңіз толқыны баяу соғып, күнгік жиекке батып барады. Желдің сыбыры тек бір сөзді қайталаған, ай адамның тойымсыздығы бақыттан айырады.